Везувий алауы. Везувийдің жалыны тек Рим лагерін ғана өртеген жоқ, ол империяның жүрегіне қорқыныш ұялатты. Кәдімгі құлдардың аси пышақтармен легионды талқандағанына ешкім сене алмады. Римде бұл масқара деп есептелді. Сенат ашуға булықты. Көшелерде сыбырлап айтылды. Гладиаторлар римдік әскерді жеңді. Бұл Рим үшін жай бүлік емес, бүкіл жүйеге қарсы сын еді. Бірақ сенаторлар дауласып жатқанда, Спартак Везувий етегіндегі лагерін күшейтті. Күн сайын оған қашқын құлдар, шаруалар мен қол өнершілер келіп жатты. Кеше қорыққан адамдар бүгін қолына қару алды. Енді ол жай ғана гладиатор емес еді. Ол енді қолбасшыға айналды. Біз Римді жеңуге болатынын дәлелдедік, деді Спартак. Бірақ енді олар бар күшімен келеді. Біз дайын болуымыз керек. Таңсәріде гладиаторлар таяқпен жаттығып, оны қылыш ретінде қолданды. Олар сап түзеуді, белгілер мен тәртіпті үйренді. Қашқындар тобынан нағыз әскер құрылды. Рим тез жауап қайтарды. Глабр жеңілгеннен кейін сенат Спартакқа қарсы 2 консулдық әскер жіберді. Тәжірибелі легиондар Публий Варини мен Луций Коссиус басқарған. Олар көп еді. Сенімді түрде алға басты. Бүлікті бір соққымен басамыз деп сенді. Бірақ Спартак тауларды жақсы білді. Ол санмен емес, ақылмен шайқасуды үйренген еді. Ол әскерін бірнеше топқа бөліп, шатқалдарға тор құрды, ал легиондар аңғарға кіргенде кенет шабуыл жасады. Айқай мен қылыштың сартылы тауларды жаңғыртты. Шаң мен қан жаңбырмен араласып кетті. Римдіктер шайқалып қалды. Варини әрең құтылды. Оның туы мен найзалары гладиаторлардың аяғының астында жатты. Рим тағы да қорланды. Италияның оңтүстігінде мыңдаған жаңа құлдар көтеріліп, Спартактың жеңісінен шабыт алды. Енді бұл көтерілісті тоқтату мүмкін емес еді. Ол қар көшкіндей ұлғайып бара жатты. Кеше сенатта күлгендердің өзі енді түсінді. Бұл енді бүлік емес, бұл соғыс еді.